Алла қосқан жарларыңызға разы болыңыздар. Біз де разымыз Алланың берген жарларына. Өткені жаңадай өз-өзіңізге ғажаптану арқылы мынандай ой келуі мүмкін. Уақытысында соңымнан қанша жігіт жүгірген едім маған. Ешқайсысына қарамаған едім. Сонша жігітке қарамай жүріп, осы сен сияқты бір жігітке разы болғаныма өкінемін. Саған тұрмысқа шыққан бекер болған екен. Қаяқтан-ақ саған мен тұрмысқа шықтым деген сөз айтпаңыздар. Осылай айтатын болсаңыз, тіке Аллаға қарсы шықтыңыз сіз. Бұл Алланың тағдыры. Алла тағала сол нәрсені қалағаннан кейін барып, осы нәрсе іске асты. Имам Тахауи айтады, Алланың қалауы бар, пенденің қалауы бар. Пенденің қалауы іске асады, егер Алланың қалауымен сәйкес келсе ғана дейді. Сіз қаладыңыз ба, қаламадыңыз ба, Алла тағала қалады соны. Осыған разы болу керек. Осыған разы болыңыз, иншалла жәннати боласыздар. Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап әннің асылын, өзімді ойлап теңіздей тулап тасыдым. Қайда жүрсің сен?